келетін болсақ, енді бүгінгі тақырыптарымызға байланысты, яғни критерийлеріміз. Еркін құлаған дененің қозғалысын талдау үшін кинематика теңдеулерін қолдана аламыз. Еркін түсу кезінде дененің орны, жылдамдығы, яғни тақтада жазылғандай, және олардың үдеуінің мәндері қалай өзгеретіндігін білуіміз керек. Одан кейін еркін түсу кезінде дененің орны, жылдамдығына байланысты. Оқыту мақсаты еркін сөз сипаттау үшін тең айнымалы қозғалыстың кинематикалық теңдеулерін қолдану. Яғни бізде қозғалыс теңдеулері бар. Енді мына жердегі суреттерде біз кішкене сипаттама береміз. Мына жерде қандай сурет көріп тұрсыздар? Бекістен құлаватқан жері. Кім айтады? Қараңдаршы мына жерде суреттер. Яғни суретке байланысты. Суретте көріп тұрғандай, Италияның Пиза қаласындағы мұнарасында Галилео Галилей 1583 жылы зерттеген. Ол екі түрлі пішінді алып, екі көлбеуіне өлшем мен пішінін салыстырып жоғарыдан төменге қарай лақтырды. Кеңістікте барлық денелер бір ауасыз кеңістікте деп айтады. Себебі барлық денелер ауасыз кеңістікте бірдей мөлшерде түседі. Яғни массалары бірдей болса да, болмаса да бірдей болып түседі. Яғни ол кезде не болды? Вакуум болды. Сонда біз бұл жерде Галилейдің тапқан несі не болды сонда? Дене әрқашанда жоғарыдан төмен қарай қалай құлайды? Еркін құлайды екен. Сондықтан бүгінгі тақырыбымыз еркін түсу, дененің еркін түсуіне байланысты. Ал енді осыған байланысты отыра ғой. Қандай қозғалысқа жататындығын қараңдар болар. Мына жерде уже формула қандай болып тұр? Яғни жылдамдығымыз, яғни орын ауыстыруымыз, яғни бізде мына формулада қарап отырсаңдар, қараңдар. S, бұл горизонталь. Мынау V жылдамдығы, S орын ауыстыруы, мынау уақыт жоқ кезде орын ауыстыруы. Тура сондай сияқты, енді бізде айырмашылық неде болып тұр? Мына жерде G. Яғни горизонталь бағытта дене қозғалыста болатын болса, ол дененің үдеуі A әрпімен белгіленетін болса, ал мына вертикаль, яғни